Ақшаны неге жеткізе алмайым деген сұрақпен мыңдаған адам маған дайректқа жазады, тиктокқа жазады, ютубқа жазады да. Сол сұраққа қазір мен жауап беріп кетейін деп шештім. Ол мен айтатын едім, номер один проблема біздің Қазақстанда ғой. Қаншама ақша тапса да адамдарға жетіспейді. Ал енді давайте осымен просто разбираться етейік та. Ақша деген ол не, адам деген ол кім, и вообще үлкен көп ақша ол қаяқтан келеді. Естественно, көп ақша біздің энергиямыздан келеді. Помните, оның алдында мен видеода айтқан болатым, адамның денсаулығы қаяқтан кетеді, 5 элемент қаяқтан кетеді деп. Именно сол 5 элемент кеткен кезде, бізде претензия болған кезде, бізде өпке реніш болған кезде, бізде энергия түсіп кетеді. Мысалы, егерде сен бірлік болатын болсаң, 1-10-19-28 күні туылған болсаң, онда сен біреудің қол астында жұмыс жасай алмайсың. Естественно, саған біреу басқарып сенмен саған приказной тонмен сөйлеген кезде сенде моментально энергия түсіп кетеді. А егерде сен өзің собственно өзіңнің компанияңды ашып, сол жақта руководитель болып, басшы болып, креслода отырып басқаратын болсаң, сенің энергияң бүйтіп тұрып көтеріледі да. Қай кезде сен ақшаны көп табасың? Біреудің қол астында жұмыс жасағанда ма, не болмаса өзіңнің компанияңды ашқан кезде ма? А неге сен осы уақытқа дейін өзіңнің собственно бизнесіңді аша алмай жүрсің? Просто сен кім екеніңді білмейсің. Біріншіден, екіншіден қалай ашатыныңды білмейсің. И үшіншіден, в конце концов, саған прям конкретно мықты, нақты инструмент жетіспейді. Осы үш ситуациядан сен осы уақытқа дейін өзіңнің жеке компанияңды ашып, сен басқара алмай жүрсің. Екінші себеп, мысалы, екісі 11-20-29 күні туылған адамдар, олар туа біткен дипломат психологтар. А представляете, сен грузчик болып жұмыс жасап жүрсің. Ал саған отношение хочется. Саған әр адаммен қарым-қатынас құрғың келеді. Әр адаммен сөйлескің келеді. Құдай саған просто сондай қабілетті беріп қойды. Егерде сен өзіңнің орнында жүрмесең, грузчик не болмаса бір жерде повар болып, тағы да білмеймін, швея болып жүретін болсаң, а сенде энергия қандай болады? Егерде сен өзіңнің ісіңмен айналыспасаң, энергия сенде өте төмен болады. Претензия болады ма? Әрине болады. Өйткені сен күні бойы ешкіммен сөйлеспейсің, тек қана машинка тігіп отырасың да. Не болмаса сен жаңа повар болып ешкіммен сөйлеспейсің. Не болмаса сен грузчик болып ешкіммен сөйлеспейсің. Энергия төмен ба? Төмен. Қанша сенде процент энергия бар? Сонша процент сен ақша табасың. А егерде сен психология саласына кететін болсаң, жаның рахаттанады. Неге? Өйткені сенің өзің жеке кабинетің болады. Сен о жақта әр адаммен сөйлесіп, ол адамға өзіңнің консультацияңды айтып, ол адамның жөн жосығын біліп, ол адамның психологиясын біліп, ол адамға сен жол көрсетесің. Сол кезде сенде энергия қалай болады? Жаның рахаттанған кезде. Әрине сенде өте жоғары болады энергия. Естественно, сен 200 мың теңге емес, сен 2 миллион ақша табасың. Солай ғой, Үштіктер, мысалы, 3-12-сі 21-30 күні туылған адамдар, гуру, олар білім энергиясының иелері да. Оларға қандай профессияны таңдау керек? Үлкен ақша табу үшін. Олардың бүткіл энергиясы тілінде, сондықтан да оларға бизнес-тренер болу керек. А представляешь, егерде сен өзіңнің салаңда жүрмесең, онда сен кез келген адамға не жасайсың? Просто так информация бересің. Просто так сен ол адамдарға тегін кеңес беріп отырасың ғой. Ал саған не істеу керек? Бизнес-тренер болып, тренинг жүргізіп, сол арқылы ақша табу керек. Міне, сол кезде сенің энергияң өте жоғары болады. То есть, мына үштік деген ол тәлімгер. Тәлімгерлік арқылы олардың жан дүниелері рахаттанады. То есть, өзінің проф ориентациясымен жүрген кезде адам, оның энергиясы өте жоғары болады, сол кезде ол өте көп ақша табады. Енді біз айта берсек болады, 5-і, 6-сы, бүткіл 9 санасанда 9 түрлі энергия бар. 9 түрлі бізде профессия бар. 9 түрлі бізде проф ориентация бар. Егерде біз өзіміздің мамандығымызбен жұмыс жасап, өзіміздің сферамызбен, сфера деятельности дейді ғой, сол саламен жүретін болсақ, бізде энергия өте жоғары болады. Неге? Өйткені сен өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысасың. И сен ол кезде ақша туралы мүлдем ойламайсың. Сен нені ойлайсың? Сен просто адамдарға соны с удовольствием беруді ойлайсың да. Вот сол кезде сенде энергия өте жоғары болады. И сен востребованный адам боласың. То есть, сен адамдарға пайдаң болады да. А когда сен адамға пайдаң болған кезінде, естественно, олар сені іздеп келеді да. И вот это вот востребованность деген солай да. Біз ауылда тұрған кезінде бір механик болған.
Я вот помню, да, прям очередь ана мен мына ғой. И сонда оған бір ай бұрын механик бұны моторист па сонда ғой, бір ай бұрын оған очередьқа тұрып жазылатын. Сонда настолько неміс болатын да, настолько ол востребованный, и ол абсолютно даже бар ғой не нуждался, например, да, ақшаға. Ол оған мұқтаж болған жоқ та ол ақшаға. Неге? Өйткені ол сүйікті ісімен айналысты. Мен білмеймін ғой, мүмкін ол сегіздік шығар. Өліп талып күндіз-түн жұмыс жасап жатқанда, но оны с удовольствием жұмыс жасап жатыр да, с удовольствием істеп жатыр. И сол кезде поток ақша оған просто келе береді. Сондықтан да просто әр адам өзінің кім екенін білсе, социал ғылымы арқылы, онда ода энергия өте жоғары болады. Өзінің сүйікті ісімен айналысатын болса, ол адамдарға беретіні өте көп болады. Бақытты адамдар да көп болады, бай адамдар да көп болады. Егер де сенің өзіңде, өзіңнің достарыңда, туған туысқандарыңда, өзіңнің бауырларыңда дәп осындай проблема болатын болса, ол прям өзінің жұмысын прям бар ғой, өзін сүйреп алып барып, зорға дегенде жүріп, энергиясы түсіп кетіп, ақша тапқаны қиын болып, сол ақшаны жеткізе алмай жүрсе, міндетті түрде осы видеомен бөлісіп кетуді ұмытпа.